Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видео тауық, күрке тауық және балапандар жайлы болады. Астында қызыл подписаться деген батырманы басып, видеоға лайк басып қойыңыздар. Мына жерде күрке тауықтың балапандары барлығы. Ең алғаш шыққандары мен кішкентайлары да бар. Бұл жерде қазір 100 шақты күрке тауықтың балапаны бар. Бұларға қазір кебек, бидай, рост үшеуін сумен араластырып беріп жатырмын. Және сулары қара болып тұр. Бұларға керемет бір витамин қосып беріп жатырмын. Ол жайлы қазір айтамын. Үлкендеріне 1,5-2 айдай болып қалды. Жалпы бұлар күндіз-түні осының ішінде тұр. Бұларды енді біраз өскен соң барып далаға шығарам. Мына жақта кішкентай балапандар, күрке тауықтың балапандары. Бір апта, 2 апталық. Бұлардың қазір старт жеп тұр. Қазір свет қосып отқан жоқпын. Бұлардың да суларына сол витамин. Ол витамин мынау карал деген отандық өнім. Құстарға арналған. Осын беріп жатырмын. Бүкіл тауық, күрке тауық, балапан барлығына осы витаминді беріп жатырмын. Бұл витамин ауырғанды емдемейді, бірақ ауырмас үшін алдын алады. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дегендей. Осы витаминді құстарыңызға берсеңіздер, ауырмайды. Бұны 1 литр суға 2 грамм шприцпен алып беріп жатырмын. Бұны қазір интернеттен көрдім. 20 күн беріп, 10 күн демалдырып, 20 күн беріп солай беру керек. Ешқандай зияны жоқ. Өте пайдалы витамин. Бұны 2 граммнан көп қосылып кетсе де, бұның ешқандай зияны жоқ. 1 литр 1,5 теңгеге алдым. Жалпы беріп жатқан витамин био қоспа осы. Бұның малға, балық, сиырға, жылқыға, қойға арналған түрлері де бар. Мынау су араластырғанда осындай болады. Яғни бұның пайдасы бірін-бірінің жүндерін жемеу үшін пайдасы мол. Тез семіруіне, әрі тез өсуіне көмектеседі. Керемет витамин екен. Беріп жатқан витамин осы. Осы мына жерде менде бір күрке тауық бар. 2 күрке тауық қалды, осындай жұмыртқа басып жатқан. Екінші басқа орада. Екеуінде де күрке тауықтың жұмыртқалары бар. Мынау 2-3 күн қалды ашуына. Күрке тауықтың балапандары осы. Беріп атқан жемдер, мынау рост. Мына жерде
старт. БМ деген. Мына жерде бидай бар. Мына қаптың ішінде. Бидай, мынада тауықтарға несушка. Мына арпа, ана қаптарда кебек бар. Бұлар осы тауық құстардың жемдері осы. Мына жерде үлкен тауықтың балапандары бар. Бұлар қазір бидай, арпа жеп жатыр. Бұлардың жартысы жайылып жүр басқа жақтарда. Келмейді шақырсаң. Бұлар 3 айдан асты. 3 айдан асты. Мына қорада бар балапандар. Қазір бұларды да шығарам. Тауықтың балапандары. Мыналар жақында кіргізген, бұлар әлі шығуды білмейді. Балапандардың барлығын шығардым. Бұлар қазір бидай, арпа жеп тұр. Сосын мына жақта тағы кішкентай балапандар бар. Бұлар күрке тауықтың астынан шыққан балапандар. Бұлар да карал. Жаңағы үлкен балапандарда барлығы карал қосылған су ішіп жатыр. Бұл жерде 50-ден аса балапан бар. Бұлар қазір рост жеп тұр. Тауықтың балапандары барлығы. Балапандар басы, енді тауықтарға кеттік. Міне тауық қора. Тауықтар. Бұлар да карал. Бұл каралдың пайдасы тауықтардың жұмыртқа тууында жақсартады. Бұлар сол баяғыдай несушка, арпа, бидай, кебек араласқан жем жеп тұр. Түйе туатын ұяшықтары. Екі тауық жатаған. Бұлар қазір 10-15, кейде 20 жұмыртқа туып тұр. Көктемдегіден сәл азайды. Күні сығып кеткен соң. Тауықтар осы. Міне көрке тауықтар. Бұларда да карал. Барлық қысқа карал беріп жатыр. Бұлардан 2 күрке тауық қалды енді басып жатқан. Бұлар қазір туып жатқан жоқ. Бұлардың бәрін балаларын ажыратып алам. Енді бұлардың барлығын семіртіп соямыз. Бұлар бидай, арпа, кебек жеп тұр. Және кешке жайылады. Күрке тауықтар осы. Ал құрметті көрермендер, күрке тауық, балапандарды осылай асырап жатым. Видеоны лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.